Барлығымыз жақсы көңіл күймен бүгінгі коучингті бастамас бұрын барлығымыз жолдан келдік, яғни алыс жақтан келдік, екі мектепте жақын жерде емес. Сол себепте ең алғашқы біз психология ахуалын орнату үшін психологиялық тренинг жасайық. Ол үшін барлығымыз қазір көзімізді жұмсақ, көзімізді жұмамыз, айналамыз тып-тыныш. Аштаңыздар, осы таңдаған заттарыңызды көрсек, орман. Ол сіздің проблемаңыз. Яғни, орман сирек болса, онда сіздің проблемаңыз да аз болады. Егер орман қалың болатын болса, алдағы проблемаларыңыз да көп болады. Барлықтарыңызға рахмет. Енді екі топқа бөліну үшін біз ойлағанбыз ғой, жаңағы топпен болса, бір жас маман, бір тәлімгер болатын болса деп ойлағанбыз. Енді маған жас мамандар шықса, бір үлесіз, одан арғы не? Bir sözden айтып Осы коучингтен мен жақсы әсермен шықсам не ойлаймын енді. Сіз айтып бөле беріңіз. Осы коучингтен жақсы ақпараттар, маңызды ақпараттар алып жүрмін. Тоқтадыңыз, айтып бөлейік. Енді осы үрлегендерді ішінде жақсы тілекпен білдіресіңіздер деп айтқан себебім, осы шарт жасыңдар, осы аудиторияға сол жақсы тілектер барлық шашылса деген. Енді жасамыз ғой. Я жаным. Олай бізге үшкәмін жарығын жақсы, ішіне қағаз шықты, сол сіздің қай топта екеніңізді білдіртеді. Бірінші номер шықса, бірінші топта, екінші номер шықса, екінші топта. Енді сіздерге берілген парақта, мына парақты алып қарасаңыздар, бұл біздің мектептегі мұғалімнің жаңағы сабаққа кіргендегі сабақты талдау үлгісі. Біздің жаңағы сабақта талдау парағымыз осылай. Ал енді мынау мұғалімнің өткізген сабағын талдау үлгісі. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, оқыту мен оқуда актыны пайдалану, талантты және дарынды балаларды оқыту, оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес оқыту және оқу, оқытушыны бағалау және оқуды бағалау, оқытуды басқару және көшбасшылық. Бірінші психологиялық ахуал қалыптастыру дейді. Психологиялық ахуал қалыптастыру жүйесі сақталды. Мен оқушыларға ең бірінші сабақ жүргізуде оқушылармен амандасып, ол жерде біз қатысқан кезімізде не толтырамыз? Мен өзім ойланып, не толтырамыз? Не жазамын? Ол кісінің тақырыбын жазамын, мақсатын деген жариялаудан кейін не жазамын деген сұрақтар осыны мазалайды. Бүгінгі сіздердің коучингтарыңыздан білмегенімді білдім деп айтамын. Негізі мен бұны білдім деп айта алмаймын. Келіп, соны
анықтамамен түпкі таныммен танысып жатырмыз. иә